шапағат лекаласын шығарып аламыз. Және бірінші бетінде осындай схемасы тұрады, осы бойынша құрастыратын боламыз. Екінші бетінен бастап осылай 5-5 деп тұрады. Соны өлшейміз. Егер ровно 5 сантиметр шықса, дұрыс шықты деген сөз лекаламыз. Және де мынандай сызықтары шығу керек. Бұл сызықтары 8 мм болу керек, сонда дұрыс шықты деген сөз. Және де мына үшбұрышты көріп тұрсыздар ғой, ортасындағы екеуі де бірдей размерде шығу керек, осындай үшбұрыш. Кейбіреулерінде біреусі кішкентай шығып қалады да, біреусі дәу болып екі түрлі болып қалады. Бұл дұрыс емес, демек екеуі бірдей шығу керек. Енді осы қайшының суреті тұрған үзік-үзікті қиып тастаймыз. Міне бір жағында болады. Енді бір-біріне тура осылай келтіріп жабыстырамыз. Ана ортасындағы үшбұрыш бір-біріне келу керек. Немек осылай клеймен немесе мен сияқты скотчпен жабыстырсаңыздар да болады. Бірінші қатар тура солай жабыстырып шығамыз, бір жағын қиып. Ал уже астыңғы екінші қатардан бастап біздің қайшымыз не жоғары қарай көшеді. Жоғарғы жағын қиятын боламыз. Одан кейінгі қатарларда міне уже екі қайшысын суреттір, біреу үстінен, біреу жанынан. Осы екеуін де қиып шығамыз да жабыстырамыз. Енді осы жерді мұқият қараңыздар, осы жабыстырып келе жатып, мынау бір жері кеспей қалады, мысалға үшбұрыштары. Соны мысалға мына жерде бөлек қиып аламыз, үстіңгі жақты бөлек қиып аламыз да, міне тура келтіріп жабыстырамыз. Мінекей осы схема бойынша үлкен қылып құрастырып алдық. Енді сыртқы сызықтар бойынша барлығын қиып шығатын боламыз. Лекала бізде сразу 1 сантиметр тігіске берілген, сондықтан осы сырты бойынша қиып шығатын боламыз. Мінекей мен барлығын қиып алдым. Енді келесі бөлімде матаға пішетін боламыз.